Қайырлы күн, достар. Мен сіздерге арнап қарлық қағанаты туралы видео түсірдім. Осы видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қарлық тайпалары туралы 5 ғасырдан белгілі. Қарлық тайпалары да түрік тектес тайпалар. Бұл туралы араб, парсы деректерінде қарлықтардың ежелгі түріктерге жататынын жазады. Қарлық тайпалары да батыр тайпа. Бұлар шығыс түрік қағанатын құлатқан тайпалардың бірі. Қарлықтардың негізгі территориясы, өмір сүрген территориясы Балқаш көлі менен Алтай тауларының шығыс беткейлерін құрайды. Қарлық бірлестігі туралы 5 ғасырдан бастап белгілі, ал 7 ғасырда олардың Бұлақ, Жігіл, Ташлық деген тайпалары Қарлық бірлестігін құрған. Бірлестіктің билеушісі Елтебер деп аталынды. Қарлықтар жалпы шығыс түрік қағандығының құрамында болды. Одан кейін қарлықтар басмылдар менен ұйғырлар менен бірлесіп, шығыс түрік қағанатына қарсы күресіп, шығыс түрік қағанатын жеңді. Шығыс түрік қағанатының орнына ұйғыр қағанаты құрылды. Бірақ қарлықтар менен ұйғырлардың арасында да күрес тоқтамай, билік үшін талас. Соның нәтижесінде қарлықтар ұйғырлар қағанатынан жеңілді. Жеңілген қарлықтар Жетісуға қарай қоныс аударды. Бұл кезде Жетісуда түркештер өмір сүріп жатқан болатын, түркеш қағанаты. Бірақ түркеш қағанатын қытайлар сояп және шашты басып алуына байланысты және түркештердің 20 жылға созылған өзара қырқысу соғыстарының нәтижесінде түркештер де әлсіреді. Қарлықтардың жапа-тармағай осы түркеш жеріне келіп қоныстануына түркештер ештеңе істей алмады, қарсылық көрсете алмады. Сөйтіп 756 жылы қарлықтар осы Жетісуда өзінің қарлық қағанатын құрды. Қарлық қағанатының астанасы Сояп және Тараз қалалары болды. Қарлық қағандары өздеріне шығыстан Қытайдың қауіп төндіретінін білді. Сондықтан шығыс шекарасын шегендеуді ойлады. Өйткен себебі қытайлықтар түркеш қағанаты кезінде Таразды, Шашты басып алған болатын. Сондықтан да олар арабтар менен қытайлардың арасындағы 751 жылғы Атлақ шайқасы кезінде қарлықтар арабтарға көмектесіп Қытайға қарсы күрескен болатын. Сондықтан қарлық қағанаты 766-775 жылдары Қашқарияны жаулап алып, шығыстағы шекарасын кеңейтті. Сөйтіп, қарлық қағанатының территориясы бүкіл Жетісу, Шу мен Талас өзені, Батыс Тянь-Шань, Ферғана, Сырдария маңын алып жатты. Араб географы Әл-Марвази қарлықтар құрамында түрік тектес 9 тайпа болған дейді. Тоқсилар, Шігілдер, Азкішы, Түркеш, Барысқан, Бескіл, Көгеркін, Жарық, Халаж деген тайпалар менен бірге Иран тектес соқтылардың болғандығын және Орта Азияның келімсек халықтарының да осы қарлық қағандығында өмір сүргендігін айтады. Қарлықтар 791 жылы ұйғырлардан қайтадан жеңіліп қалды. Сөйтіп ұйғыр қағанатының тәуелділігін қайта мойындады. Қарлық қағанатының билеушісі Жағбу деп аталынды. Бірақ қарлық қағанаты ұйғыр қағанатымен күресін тоқтатқан жоқ. Бұл күрес 20 жылға жуық уақытқа созылды. Ақырында Енесей қырғыздарымен бірігіп, қарлықтар ұйғыр қағанатын тасталқан етіп жеңді. Сөйтіп Білге Құл Қадырхан 840 жылы өзін қаған деп жариялады. Дәл осы жылы қарлық қағаны саманилерге қарсы соғыс жүргізуіне тура келеді. Себебі Мәуереннахрдың араб жаулаушылары осы Испичапты басып алады. Араб жаулаушыларына қарсы, саманилерге қарсы Білге Құл Қадырханның балалары Базар Арслан мен Оғылшақ күрес жүргізеді. 893 жылы Исмаил ибн Ахмет деген адам Таразға жорық жасап, Таразды қоршайды. Оғылшақ осы Таразды ұзақ уақыт бойы қорғайды, бірақ Тараз қаласы ұзақ қоршауға шыдай алмай құлайды. Сөйтіп, Испичап, Тараз аймағында саманилердің діни ықпалы болғанымен іс жүзінде билік қарлықтардың өз қолында қала берді. Сондықтан саманилерге қарсы күрес тоқтамады. Жалпы қарлықтар арабтарға қарсы 2 ғасырдай уақыт күрес жүргізді. Тек қана 9 ғасырдың аяғында ғана қарлықтар арабтардан жеңіле бастады. Себебі бұл кезде арабтар ислам дінін идеялық қару ретінде қолданды. Қарлық қағанатында Испичап, Тараз қалаларынан бөлекте көптеген қалалар болды.
Қарлық қағанатында 25 қала болған деп жазады. Құлан, Мерке, Атлақ, Тараз, Барысқан, Талғар, тағы басқа қалалар. Қарлық қағанаты 940 жылы құлады. Құлауының себебі екі себебі болды. Біріншісі, ұзақ уақыт араб халифатына қарсы күрес жүргізді. Екіншісі, ішкі қырқыс, өкіметті алу жолындағы, қоныс өрісті емдену жолындағы, бай қалаларды емдену жолындағы талас тартыс осы Қарлық қағанатын әлсіретті. Бұны пайдаланған Қашқардың түрік билеушілері 940 жылы Баласағұнды жаулап алып, Қарлық қағанаты өмір сүруін тоқтатты. Бірақ 2 жылдан кейін Арслан ханның баласы Сатық Боғрақан Баласағұн қаласын түрік қашқарларынан қайтарып алды. Сөйтіп, Қарахан мемлекетінің негізін қалаған осы Сатық Боғрақан деп есептелінеді. Достар, мен сіздерге Қарлық қағанаты туралы пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, тіркелулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.